Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыздың тақырыбы диазо және азо қосылыстар, ағзаға қауіпті азо бояғыштарды анықтау. Енді бүгінгі сабақ бойынша, үй тапсырмасы бойынша қайсымыз дайындалып келдік. Диазо қосылыстарының құрылысы және алыну жолдары бойынша Ерасыл айта қойыңыз. Бізде диазония қосылыстарының құрылысы және оның алыну жолдары. Диазония қосылыстарының құрылысы бізде оның құрамында ароматты радикалмен және бейорганикалық қалдықпен және екі азот атомынан тұратын заттарды біз диазония қосылыстары дейміз. Диазония қосылыстарының жалпы формуласы бізде AR, N2 және X бейорганикалық қалдық деп белгілейміз. Олардың қосылыстарына бізде диазония тұздары, диазотаттар, диазоцианаттар және диазогидраттар жатқызамыз. Олардың формуласы бізде катионнан және анионнан тұрады, яғни аммоний хлоридінің тұзына сәйкес болып келеді. Олардың ішіндегі ең негізгі өкілдері бізде тұздарының ішінде фенил, хлорлофенил, диазоний қосылысын айтамыз. Бұл жерде бізде оң заряд азот атомының екеуінде де жалпы таралған, бірақ фенил радикалымен жалғанған азотта бізде бос азотқа қарағанда оң заряды өте үлкенірек болып келеді. Олардың алыну жолдарын айтатын болсақ, бізде азот диазония қосылыстарын бізде анилинге азотты қышқылды қосу арқылы алатын боламыз. Яғни H5NH2-ге азотты қышқылды қосқан кезде бізде диазония қосылысын алатын боламыз. Яғни бұл жерде жүру жағдайы өте суық температурада жүреді, 0 және 5 градустың аралығында. Бұны бізде 1858 жылы Колбе ашқан болатын. Бұның төмен температурада жүру себебі ол бізде азотты қышқыл өте тұрақсыз болып келеді. Сондықтан оған бізде тұз қышқылын қосып жасайтын боламыз. Және бұл жерде фенил радикалына электрон акцептор орынбасушылар болған жағдайда реакция өте тез жүретін болады. Егерде диазония қосылыстарын таза алғатын жағдайда бұл жерде бізде анилинге азотты қышқылдың эфирлерін қосатын боламыз. Сол кезде бізде таза диазония қосылыстарын ала аламыз. Келесі біздің осы диазо қосылыстар бойынша химиялық қасиеттері бойынша азот бөліне жүретін және азот бөлінбей жүретін қасиеттері бойынша қайсымыз айтамыз? Бізде қазір химиялық қасиеттерінің азот бөліп жүретін реакциялар, яғни ең біріншісі бізде диазония тұздарының сулы ерітіндісін қайнатқан кезде фенол аламыз. Яғни реакция теңдеуін жасайық. Бұл біріншісі, екіншісі бізде Гаттерман-Зандмейер реакциясы, яғни ол кезде бізде осы диазоний тұздарының құрамындағы азоттың орнына басқа да, мысалы бізде нитрит топтары немесе тиоцианид топтары келіп орналасады. Соның ішінен 1-2 мысалын жазып көрсетейік. Бұл кезде бізде катализатор ретінде мыстың өзі немесе мыстың сәйкесінше тұздары қолданылады. Келесі реакциясы бізде, яғни диазония тұздары спирттермен әрекеттескен кезде бір мезетте бізде ароматты көмірсутек және де жай эфирлер түзеді. Мысалы, біз қазір осы жерде бірінші этил спиртмен реакция жазып көрейік. Бірінші біз жай эфир түзейік. H5O
Ал келесінде біз уже бензол аламыз. Және де альдегид алынады. Так, келесі бізде төртінші химиялық қасиеті металлоорганикалық қосылыстар алу. Келесі бізде азот бөлінбей жүретін реакциялар. Жалпы осы азот бөлінбей жүретін диазо қосылыстардың реакцияларына біз негізінен тотықсыздандыру, тотығу және де бірігу реакцияларын жатқызсақ болады. Ең бірінші химиялық қасиеті ол диазо қосылыстарды тотықсыздандыру. Жалпы бізде бұл реакция негізінен азот атомдарының арасындағы үш байланыс үзіліп, нәтижесінде ароматты гидрозиндер түзілетін болады. Формуласын жазатын болсақ, жалпы бізде гидрозиндерді осы өнеркәсіпте көбінесе дәрі-дәрмек алуда және де бояулар өндірісіне қолданылатын болады. Сондықтан да бұл реакция бізде үлкен маңызға ие болып табылады. Келесі ол бізде диазо қосылыстарды тотықтыру болып табылады. Яғни бұл жерде біз азотты жаңағыдай сутек пероксидімен әрекеттестіріп, нәтижесінде нитроаминдер және де нитрозо гидроксиламиндерді алатын боламыз. Реакция теңдеуін жазатын болсақ, NH не істейтін еді? Ол бізде азо бірігу реакциясы. Ол көбінесе үлкен бояулардың бірі, азо бояулардың негізгі өкілдерін алуға алсақ болады. Жалпы ол көбінесе осы реакциямыз үлкен маңызға ие болып табылады. Бізде диазо қосылыстардың қолданылуына тоқтала келетін болсақ, бізде диазо қосылыстар негізінде химиялық белсенді болғандықтан, олар бізде көбінесе бояғыш заттарды алуда қолданылады. Одан бөлек медицинада, фармацевтикада және де осы органикалық химияның бір бөлігінде қолданылады. Бізде соның ішінде медицинада диазон қосылыстарын біз препараттар дайындауда және де антисептик дайындауда қолданылатын боламыз. Ал фармацевтикада бір дәрілік өнім диазолин дәрісін, яғни танымал дәріні қолдану үшін
пайдаланатын боламыз. Бізде өнеркәсіпте диазон қосылыстарын біз оны бояғыш заттарды алуда, яғни белгілі бір маталарды, немесе тамақ өнеркәсібінде тамақтардың сыртын бояуға, және мата өнеркәсібінде матаның сыртын бояуға, және көптеген керекті жарақтарды бояу үшін қолданамыз. Бізде диазон қосылыстарын органикалық синтезде қолданыламыз. Органикалық синтезде диазон қосылыстарын бір-бірімен, яғни сыртқы байланыстарын орнату үшін түс алмасу, яғни индикатор ретінде қолданыламыз. Индикатор ретінде қолдану үшін біз диазон қосылыстарынан метил оранж түсін алатын боламыз. Бұл бізде көбінесе жаңа медицинада да көптеп кездеседі. Біз сабақ айтып болдық. Енді бүгінгі тақырып бойынша зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Бізде бүгінгі тәжірибеде бояғыш заттармен бояу, яғни бізде керекті құрал жабдықтардан бізде сынауық керек болады, метилді қызғылт сары бояғыш, сонымен қатар күкірт қышқылы және жібек матасы керек болады. Біз ең алдымен 0,1 грамм метил қызғылт сары бояғышты біз 50 мл суда ертіп аламыз. Содан кейін алынған ертіндіге біз 4% күкірт қышқылын қосып, оған жібек матаның бір бөлігін салып қоямыз. Және бұл қоспаны біз қайнатып аламыз. Және осы қоспадан біз жібек матаның бояуының өзгерісін байқайтын боламыз. Біз бірінші мына стақанға 50 мл су құйып аламыз. Енді осы 50 мл суымызға біз метил қызғылт сары бояғышын салатын боламыз. Енді осы дайын болған ертіндіге біз күкірт қышқылының 4%-ын тамызатын боламыз. Енді осыған біз жібек матасын бір бөлігін салатын боламыз. Сонда бізде осы жібек матамыздың бояуын байқалайтын боламыз. Біз бүгінгі зертханалық сабағымыздың тақырыбын бекіту бойынша тапсырмалар орындаймыз. Қазір барлықтарыңызға тапсырмаларды бөліп беремін. Осыларды жазып, орындап тапсырасыздар. Бүгінгі зертханалық сабағымыздың балын универ жүйесіне қойылады. Мына тапсырмаларды орындайсыздар. Төмендегі бояғыштардың ішінде ағзаға қауіптілерін анықтаңыз және олардың уыттылық механизмдерін түсіндіріңіз. Талдауда мыналарды көрсетіңіз. Метаболизм кезінде қандай ароматты аминдер түзілуі мүмкін, қандай мүшелерге токсикалық әсер етеді, канцерогендік қасиетінің себебі неде. Бұл жерде бізге берілген азобояғыштардың ішінде метил оранж, судан 1 және конго қызылы. Бұл жерде салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, бізде метил оранж, конго қызылы және судан 1-ге қарағанда бізде ол қауіпсіз болып табылады. Ал бізде қауіпті ретінде болатын бояғыштарға судан 1-ді және де конго қызылын жатқызуға болады. Жалпы бұлар метаболизм кезінде қандай ароматты аминдер түзілуі мүмкін. Яғни бұлар бізде егер ағзамызға түсіп кететін болса, олардың кезінде бізде анилиннің туындылары ретінде ароматты аминдер түзіліп, олар бізде ағзамызға кері әсер етуі мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, бізде қандай мүшелерге токсикалық әсер етеді. Бізде олар бауырға әсер етеді, сөйтіп бауырдың бізде құрылымын жұмыс істеу механизмін бұзып, бізде бауыр жетіспеушілігі деген секілді аурулар туындауы мүмкін. Сонымен қатар бізде бүйрекке әсер етеді. Бүйрек бізде сүзу қызметін атқаратын болғандықтан, ол өз кезде сүзу қызметін ауырлатады да, және де қанға зиян заттар түсіп кетуі мүмкін, немесе оттегін тасымалдауын нашарлауы мүмкін. Сонымен қатар бізде ісік ауруларына алып келетін, бізде зиянды канцерогенді заттарды ағзамызға алып келеді. Және де канцерогендік қасиетінің себебі неде? Бізде олардың себебінің негізгі себептеріне келетін болсақ, олар бізде жаңағы зиянды бояғыштар ағзаға түскенде ДНК-мен байланысып, бізде ДНК-ның құрылымын бұзады. Сонымен қатар бізде мутацияға алып келеді, яғни ДНК-ның құрылымы бұзылғаннан кейін бізде ағзамызда мутацияға ұшырайды және де көптеген ісік ауруларына ұшырауы мүмкін. Бізде 9-шы тапсырма ғылыми талдау эссесі мини жоба арқылы
азобояғыштардың адам ағзасына әсері молекулалық деңгейде қоғамдық денсаулыққа дейін. Жалпы негізі азоқосылыстар адам ағзасына ішек микрофлорасы арқылы еніп, бауыр мен ішек жолдарын зақымдайды. Бұл бізде адам ағзасында канцерогендік, мутагендік факторлардың туындауына алып келеді. Негізінде азобояғыштар адамның ағзасына енгеннен кейін оның бүкіл ішкі мүшесін зақымдауға тырысады, әсіресе ас қорыту мүшелерін. Сол арқылы ол жерде бізде ісік пайда болады. Сол ісік арқылы адамның өміріне қауіп төнуі мүмкін. Бізде осы азобояғыштарды көбінесе жаңағы бізде токсикалық жолда көп қолданамыз. Азобояғыштардың көп мөлшерде алатын болсақ, адам ағзасына кері әсер тиеді. Біз мысалға тамақ өнеркәсібінде табиғи азобояғыштарды қолдануымыз керек. Оларға бізде табиғи азобояғыштарға каротиноидтар, хлорофиллер, ацетиноидтар жатады. Осылар арқылы біз өзіміздің ағзамыздағы керекті азоқосылыстарды ала аламыз. Бізде келесі мутагендік фактор, яғни мутагендік факторға тоқтала кететін болсақ, азобояғыштар өзінің мөлшерінен көп адам ағзасында бөлінетін болса, бізде ДНК мен РНК-ның бұзылысы пайда болады, яғни мутация пайда болып, адамның тұқым қуалаушылық процесінде де зиян келтіруі мүмкін. Келесі бізде осы азобояғыштарды өзінің тамақ өнеркәсібінде белгіленген код номері арқылы пайдаланатын боламыз, яғни 110 немесе 120 деп кодталған номер арқылы пайдалансақ, ол адам ағзасына зиян келтірмейді, табиғи бояғыш ретінде қарастырып алатын боламыз. Бізде бірінші есептің шарты бойынша берілген қосылыстардан анилин, паратолуидин және альфа-нафтиламиннен натрий нитридінің қатысында біз диазоқосылыстарды алуымыз керек. Бірінші реакцияда біз анилиннен алдық, екіншісінде паратолуидиннен, үшіншісінде альфа-нафтиламиннен алдық. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыз аяқталды. Тапсырмаларды орындап, қазір тапсырып өткізіп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.